Сәлеметсіз бе Гүлзада Мешітбайқызы. Сұхбаттасуға рұқсат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Енді менің жобамның тақырыбы бұрынғы әкелер мен қазіргі заманауи әке бейнесін салыстырмалы түрде талдау болып табылады. Енді осы тақырыбыма байланысты пікір білгім келіп еді. Осы бұрынғы әке бейнесі жайлы өз ойыңызды білдірсеңіз. Сәлеметсіз, рахмет көптен көп пікірлесуге келгеніңізге. Енді бұрынғы әкелерде балалық шақ болған жоқ деп айта аламын. Өйткені әр заманның өзінің қиыншылығы бар ғой. Ұлы Отан соғысы кезінде, онан бұрынғы алаш зиялыларын алатын болсақ, оларда балалық шақ, әке қамқорлығы дегенді көрген жоқ. Өйткені оны өзіңізде Мұхтар Әуезовтен бастап барлық ақын жазушылардың шығармаларынан қарап көрген шығарсыз. Ал әкесі барлар, сол қоғамдағы, өткен дәуірдің қоғамында оларды еңбекке баулыды, өзімен бірге ерте жүрді. Ал қазір кезде сіздердің замандарыңызбен салыстыруға тіптен келмейді. Балалық шақтарының бәрі шаруашылықпен өтті, жұмыспен. Қайтсек өмір сүреміз, қайтсек отбасын аман сақтап қаламыз деген тауқымет көп болды оларда. Кешегі Ұлы Отан соғысы кезінде болмасын, ауылда қалған балалар аналарына көмектесу үшін шаруамен айналысты, бірыңғай еңбекпен есейді ол балалар, шынын айтқанда. Ал қызықты балалық шақ оларда болды деп айта алмаймын. Өйткені олар ащының дәмін көп татты. Ал көркем шығармаларда, әдебиетте де өзіңіз кейбір Ұлы Отан соғысы кезінде болсын, онан арғы замандардағы шығармаларда балаларды алып отырсаңыз, олар ерте есейді, еңбекпен есейді. Жауабыңызға үлкен рахмет. Ал қазіргі заманда, сіздердің замандарыңыз енді электрониканың заманы. Жылдан бәрі жетіліп жатыр, жаңадан шығып жатыр. Ал қазіргі әкелерді, заманауи әкелерді салыстыратын болсақ, олардың балалары спортпен де айналысады, барлық жан-жақты бәріне береді. Мектептен кейін оларды түрлі секцияларға береді. Балаларының әйтеуір үлкен талантты болуларына үлестерін қосады. Бірақ отбасында әңгімелесу, отбасында сөйлесу аздық етеді. Өйткені олар көбіне жұмыспен жүреді. Қоғамда да әкенің рөлі, үйде де әкенің рөлі төрде ерекше ғой. Мысалы, енді толыққанды отбасында баланың тәрбиеленгеніне не жетсін? Анасы болсын, әкесі болсын. Ал әкелер көбіне балаларға әрине ақылшы ғой, асқартау, бірақ ата-аналар жиналысына кімдер барады? Кілең аналары барады. Еститін жақсы сөз болсын, баласы туралы кейбір сын пікірлер болсын, оның бәрін ана ғой еститін. Көбіне ананың балалар қасында болады. Бірақ енді әкенің де ақылшы болғаны, анау есті сөздерді айтып, ұлылардан қалған даналық сөздерді айтып, кейбір аңыз әңгімелер, кітап оқуға құштарлықтарын арттырса, нұр үстіне нұр болар еді. Қазір кітап оқу қалып бара жатыр бір жағынан. Салт дәстүр, рухани адамгершілік тәрбиесінің көбі кітапта ғой, кітапта жатыр. Енді қазіргі бұрын анау менің атым Қожа, сондай балалық шаққа саяхат, Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын қызыға оқыса, қазіргі кезде енді кейінгі Ақберен Елгезектің болмаған балалық шақ деген кітабы бар, және киносы да бар, оны өздеріңіз көрген шығарсыздар. Әкесіз болған балаға енді әкесіз болмау қиын ғой, қиын тағдыр, ондай балалардың тағдыры қазір қай заманда болмасын қиындық тудырады. Сондықтан толық отбасында баланың тәрбие алғанына, білімді болғанына
не жетсін, ұлттық рухымызды насихаттайтын әкелер көп болсын деймін. Балалар әйтеуір жақсылыққа қарай тәрбиелеп, рухани тәрбие бере білсе екен деген ниеттемін. Енді осы ұлттық рух демекші, қалай ойлайсыз, қазіргі біз заманауи әке бейнелеуін бе, әлде дәстүрлі әке бейнелеуін бе, қандай құндылықтарды алсақ болады? Дәстүрлі, әрине, ұлттық құндылығымыз бойында болу керек. Әкенің болсын, баланың болсын. Өйткені біз қазақ екенімізді, қазақи дәстүрімізді, асыл сөздерімізді, атадан балаға мирас болып келе жатқан даналық сөздерімізді ұмытпауымыз керек. Бұның бәрі шын айтқанда тәрбие құралы. Сондықтан ұлттық құндылықтарымызды бойымызға сіңіре отырып, адамгершілік тәрбие беріп жатса әкелерге әрине ризамыз. Күнделікті баланы сабағын тексеріп, бір уақыт болса да көңіл бөліп отырса, аз уақыт болса да баламенен сөйлесе білсе, оны кітап оқуға дағдыландырса, қандай жақсы болар еді. Көбіне біз телефонға өлеміз. Бала өзінше, атана кейде кешкілік өз ісіменен айналысып жатады мінекей. Әрқашанда дастархан басында болмасын, демалыс уақытында болмасын, балалар менен әке бірге болғанға еш нәрсе жетпейді. Әке мен бала туралы Ыбырай Алтынсариннен бастап еңбекке тәрбиелеу жөніндегі әңгімелері бар ғой, айтылды мінекей. Сондықтан да әке балаға сыншы дейді. Сондықтан баланың талабына, талантына қарай отырып, баласын қанаттандыра білгені абзал деп айтар едім. Жауабыңызға үлкен рахмет, сұхбатыңызға келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Жақсы айналайын, мінекей. Жақсы тақырыпта зерттеп жатыр екенсің. Еңбегің жемісті болсын, биік белестерді бағындар. Ғылым жолы деген оңай жол емес. Сәттілік тілеймін өзіңе. Рахмет үлкен.